Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Таңшолпан. Бүгін осындай үгітілмелі рогалики дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тоңазытқышта тұрған сары майымызды ұнға аунату арқылы теркадан өткізіп аламыз. Менде 72% сары май. Сіздер соны қолдансаңыздар болады. Барлық сары майымызды теркадан өткізіп болғаннан кейін жақсылап қамырымызды дайындап аламыз. Одан кейін қамыр қопсытқышымызды, яғни разрыхителімізді қосамыз. Жұмыртқамызды және сметанымызды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан кейін целлофанға салып, холодильникке 1 сағатқа немесе морозильникке жарты сағатқа қойып алсаңыздар болады. Мінекей, менің қамырым холодильникте 1 сағат тұрды. Енді осыны 2-ге бөліп, жақсылап қамыр жаямыз. Қамыр жайып болғаннан кейін сіздер өз қалауларыңызша пышақпен кессеңіздер де болады. Мен ирек пышақты пайдаландым. Енді рогаликтерімізді жақсылап орап, табаға орналастырамыз. Мінекей, менде 24 штук шықты. Енді алдын ала қыздырылған пешке салып пісіріп аламыз. Мінекей, үгітілмелі рогаликтеріміз дайын болды. Енді пештен шыққаннан кейін ыстықтай бірден бетіне сахарная пудраны сеуіп қоямыз. Барлық жеріне сахарная пудраны септім. Мінекей, арасын ашып көрсетейін. Өте жұмсақ, дәмді ас болсын.